Мына не деген красавчикалар. Сәлем бердік, сәлем бердік, сәлем бердік. Мен деген бар ғой, сені сыйлап сәлем беріп тұрған соң, сен де мені сыйлап бар ғой. Осы арнаға тіркеліп, мына қызыл подписаться деген кнопкамен лайк кнопкасын басып кет. Мен деген уже екінші рет сәлем беріп жатыр. Неге деп ойласаңдар, мен мына shift 5 рет басқан ғой. Тым кетеді, шығып кетеді ғой, кәдімгідей жыныма тиіпші. Ал енді деген бүгінгі видеомызды біз немен бастаймыз? Бүгінгі видеомызды деген менің өлеңіммен бастаймыз. Ал тыңдап отырсыңдар ма? Қара жағымда тыңдап отырсың ба, родной? Тыңдасың, давай тыңда. Ойбай сарғыз піскен қарбыз, қарбыздың біреуін маған жарғыз. Ойбай сайта ойнап айтам, апаң ұрсық балада үйге қайтам. Ал енді деген өлеңім ұнаса бар ғой, сенен точно лайк. Бүгінгі видеомыз неден болады деп ойласаңдар, мынау кім деп ойлайсыңдар да? Көп ойлап тұрған шығар. Мынау немене депші, бұл бізде халық. Біз деген бүгін не істейміз? Біз деген бүгін Айшуақты білесіңдер ма? Айшуақты білесің ғой, сен білесің ғой, Айшуақты білмейтін адам жоқ қой. Өткен дегенге данын трендтен шықпай жүрген балалар ғой. Бүгін деген біз Айшуақтың скинін салатын боламыз. Да. Сен маған қазір мына жерге міне тура халық деген қарасыңдар, бізде өте авторитетный адам ғой. Біз деген Айшуақтікін примерно мына жаққа салатын боламыз. Типа бір-біріне қарап тұр үшін Айшуақ бейінге қарап тұрады. Ана бейінің түрін қарашы. Мына жерден біз деген Айшуақтың скинін үлкен қылып тұрғызатын боламыз. Ал саған осындай темалар ұнайтын болса лайк бас кет. Мен обязательно қайталайтын боламын. Кімнің тағы да скинін тұрғызайын үлкен қылып, сен соны комментарийға жазып от. Ал біз бастаймыз. Біз неден бастаймыз? Біз деген енді аяқтан бастаймыз. Оған конечно неден бастайсың, басқа қарасаш. Кішкене мына біздің кім еді, мына кішкене қараңдаршы, бұты талтақ болып қалды. Сондықтан деген біз кішкене Айшуақтың аяғын кішкене бір-біріне жақын қоятын боламыз. Өйткені деген енді халық жарай талтақ болса үлкен ғой. Ал біздің Айшуақтың не керек болса, қарана екі шетіне қойып қоямыз да, ортасына төлет тапса. Жоқ, қазір мен деген мына жерге, мен деген мына жерге әдемі қылып аяғын салатын боламын. Ал біздің процесс кетті, яғни деген мен деген көріндерім ашып тұрмын. Міне біз деген міне уже аяғын бастап салып жатыр. Біз ойлаған ғой бір-біріне қосып қоян деп ше аяқтарымды, бірақ олай әдемі болмай қалады. Сондықтан деген біз бүгін өте әдемі қылуға тырысамыз. Міне мынау деген уже біздің Айшуақтың аяғы. Менің ойымша Айшуақ деген ең оңай салынатын сияқты, мне кажется. Себебі деген ылғи простой детальдер кәдімгідей оңай және де кәдімгідей әдемі көрінеді. Ал кейбір нәрселер салатын болсаң, міне мыналарды вообще қиналасың. Пресс айтшы, пресс не мынау пресс, ё-моё, сен мынаны айтшы. Көзі дейдік мына байқысын. Бен айтшы, ал мына жерде оғанда кәдімгідей бәрі деген оңай, себебі деген көріп тұрсыңдар ғой, кәдімгідей бәрі кәдімгідей қара көрінемін. Аяқ мына уже міне уже кроссовка аяқ болды, уже болды, уже бітті салым. Түсініп тұрсың ба, уже кәдімгідей көрінер ма, қалай оңай екен деп. Енді мен уже аяқты салған, ананың аяғын салғанда да айтқам оңай деп ше. Қазір деген біз деген енді көтерілеміз, көреміз қалай оңай бола ма, болмай ма. Бірақ сен өте не бар, кәдімгідей желание бар, бешеный кәдімгідей до конца салуға. Міне мына уже біз баш деген аяғын тұрғыздық. Көрінер ма, мынау кроссовка. Неге ұқсайды, бірдеңе ұқсайды бар ғой. Неге ұқсайды, бір ойынға ұқсай ма, бірдеңе. Ал міне біз деген уже сымын салатын боламыз. Сым, шалбар, джинсы, кофта, майка. Міне осы міне көріп тұрғандарыңдай бізде көк түсті, бұл уже джинсы болады. Значит көк түсті болса, значит джинсы. Джинсы или трико, или вообще басқа бірдеңе бар. Біз деген қазір фөк кетіп тез салуымыз керек. Қазір бейінге қарап тұрады, қара көрінер ме, бейін үшеу халық біріне қарап тұрады. Ана жерге біреудің несін салам, кімнің скинін салайын, сен комментарийға жазып өт. Қазір міне мына бәрін салдық. Міне мынау менің ойымша болса жететін сияқты. Қалай ойлайсыңдар, жете ме? Уже ұзын болып кетті, жететін уже аяғы, или қысқа болып қала ма? Жоқ, чуть-чуть салу керек сияқты. Мне кажется, енді чуть-чуть төртеу салу керек сияқты. Қараңдар. Төртеу дептім ма? Екеу. Біреу, екеу. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Міне деген, болды, все. Біз деген салдық. Енді деген екі бұтын арасын қосамыз.
міне 2 бұтының арасы қосылды бізге енді қосылды 2 бұтының арасы. Енді деген нәжге қараңдар, мына жерде біз деген аппақ нәжге ананы осыға қоятын боламыз. Бұл не десеңдер, бұны сұрамаңдар, мен айтпаймын. Мына міне қоңыр белдік қоңыр болған дұрыс па, қалай ойлайсыңдар? Или қоңыр белдік дей салайық, негізі біз өзіміз кішкене изменение салдық, бірақ қоңыр әдемі болады. Мынау если че мынау не ғой, ловис деп аталады, если че. Вот міне салдық, біз енді майкасын тігінен салатын боламыз. Мынау деген міне әппақ, бұл не деп ойладыңдар ғой? Бұл майка, яғни деген жынсимен мына ременнің сыртына шығып тұрған майка. Міне көріпсіңдер ба? Мынау уже деген міне уже мынау майкасы кетті, әппақ майка. Қазір деген міне мынандай әдемі түспен қараңдаршы, бәрі оранжевый түс қой. Осы оранжевый түспен біз деген уже киімін тұрғызатын боламыз, яғни деген курткасы. Мынау мен қалай ойлайсыңдар, не бренд деп ойлайсыңдар да? Өздерің ойлап қараңдаршы, қандай бренд қараңдар. Курткасы мынаны қараңдар, курткасы мынау. Мен вообще куртка деп ойлап тұрған жоқпын, бірақ мне кажется, куртка сияқты, мне кажется, оранжевый куртка, аппақ майка. Жарайды, аппақ майка біздің базардағы аппақ майка деп айтайық, ешқандай брендсіз. Ал мына ловис деп айтайық, мына несін. Ловис деп айтайық, мына несін неше аталай белдігін. Ал мына үстіндегі куртканы не деп айтамыз? Ой, Санечка, ты что снимаешь? Санечка, снимаешь? Все. Мен деген неге бар ғой, тоқтамай жүріп отыр десем, егер сенде осы Айшуақтың несін қайталағың келсе, егер де сенде Айшуақтың осындай скинен тұрғызғың келсе, тура мен видеомды көріп өтіп сала берсең болады. Себебі деген мен деген полностью керек болса жоқсақ болды ма дегенсің ғой. Енді мына жерге в каким-то образом нені сыйдырып жіберу керек, денесін деппін ғой, қолын сыйдырып жіберу керек, керек болса денесін деп қоясың ғой. Міне майканы міне арасынан былай мына уже мойны кетті, мына уже көрінді, майка мойны кетті. Тура мойын жанынан тағы да біз кішкене былай өтеміз. Тук. Сынмаған жоқ деме. Міне көрінер ма? Уже көрінер ма? Мына қоңыр, не қоңыр, мен соны түсінбедім. Қоңыр бейт емес, қоңыр шашы. Вот, мынау қоңыр деген мынау екен ғой, бейті мен мынау. Түс кетпейді шығар. Мынау міне бізде беті Айшуақтың, яғни деген мынау беті. Былай түк. Көрінер ма? Түк. Или слишком жалпақ болып кете ма? Мына жақтың екі жағын алып тастайықшы, көрейік давай. Мен басқа қоңыр естіген тапқан жоқпын. Кішкене жарыспайды екен, бүкіл нәрсе бұзылып кетті ғой, алып тастайықшы. Вообще қазір басқандай біз бетін тауып алатын боламыз, яғни деген біз бетін басқа нәрсені салатын боламыз. Әзірше міне мойынға келдік. Енді осы мойыннан біз деген несін тұрғызатын боламыз, уже қолын тұрғызатын боламыз. Мынау қолы міне. Қолын қалай тұрғызамыз десейші. Керек болса, енді қол проблема дейсің ғой, қол тұрғызу деген оңай емес дейсің ғой да. Біз қара былай. Тоқта. Қазір мына жақтан былай. Не оқылды? Или былай? Жоқ, дұрыс емес. Былай. Қолын қалай тұрғыза саламыз? Қолын типа, гусинга санс деп тұрған сияқты тұрғыза саламыз ғой да, қолын кеттік. Былай. Все, да, мына уже ұзын болып кетті. Шеу. Тік. Шеу. Все, мынау міне қолы деген салыны бастады. Міне мына жерге біз деген енді үш нәрседен тікке тұрғызатын боламыз. Что-то ұқсап отқан сияқты. Мне кажется, егер қазір ұнамай қалса, біз деген қоса салатын боламыз. Тағы да бірдеңені качокқа салатын боламыз. Денесін, мынаны қара. Керек болса мынау тұнып тұрған Айшуақ қой, қарасаңдаршы, мынау кәдімгідей только бар ғой, бір жан жетіспейді. Егер бар ғой, мынаған деген кәдімгідей жан қосып жіберетін болсаң, кәдімгі сөйлеп кетейін деп тұр ғой, кетті қазір мына жерге тағы да чуть-чуть біреу, мына қараңдар, чуть-чуть біреу, өйткені қол деген шындақ деген ұзын болады, оңай нәрсе емес. Мына жерге де тік. Сосын деген мынандай көкпембек, мынау бізде браслет. Менің ойымша мынау да, мне кажется, Гуччи сияқты, Гуччи браслет сияқты, или вообще бұл жиденің қолы. Жиденің қолы деп, жиденің бірдеңесіошым деген көптісіңдер. Енді деген бізге енді бетімен саусағын салу керек болды. Тоқта. Қол слишком ұзын болып кетті. Ой, қол слишком ұзын болып кетті. Сондықтан деген біз деген мына жердің бәрін алып тастайтын боламыз. Тік. Яғни деген мен мына жерге салатын боламыз. Шөп. Бір этаж ғана біз деген осылай сүрдік.
О, міне уже ұқсақ енді мына ортасына басы ана жаққа саусақтар все дайын. Мә, братан, мынауың болмады, мынау не құмырсқа ма, мынау адамы не мынау, а? Ой, осы ешкімге ештеңе жақпайды екен бар ғой, мен ұқсатып жүрмін деп ойладым ғой. Сендер вообще бейінді қарасаңдаршы. Көзі қайдан пайда болыпты ғой. Қараңдаршы, чуть-чуть ұқсатамын дедім, мен кішкене ұқсамай қалды. Енді ренжімеңдер енді. Здесь уже наша полномочия все уже, типа, сонда енді жарайды, біз деген қазір енді аяғына шейін апаратын боламыз, біз до конца апаратын боламыз. Біз деген ортасынан ешқашан ештеңені тастамайтын адамбыз ғой, сондықтан деген біз деген до конца апаратын боламыз, яғни деген басын, яғни деген біз до конца жалғастырып отырық қой. Мынау кеше братишка жалғастырып отырық қой басын. Біз деген до конца басын төртбұрышты коробка қылатын боламыз, Майнкрафттағы сияқты төртбұрышты коробка сияқты. Все, қараңдар, чуть-чуть ұсақ баланалы сияқты. Просто айтып тұрмын ғой, адамда 90% бар ғой, әдемілігін шаш келтіреді. Сондықтан деген біз қазір мына шашты оған шаш салатын боламыз. Түк, уже көрінер ма қалай? Қалай деген уже шаш деген уже көрінер ма? Қалай не беріп жатыр көрінер? Түр беріп жатыр көріпсіңдер ма? Қандай әдемі болып жатыр көрінер ма? Шаш деген айттым ғой. Бірінші не дейік, нулевка салсақ, яғни деген бірінші андай шаш саламыз, типа ешқандай шығып тұрған жоқ, типа армияға алып кетейін деп жатыр деп ше, типа шу армияға алып кетейін деп жатқан сияқты шашты. Тақырып болып қалды анау. Газ, біз деген бірдеңе өзгертуіміз керек. Мне кажется, біз бәрін дұрыстаған жоқпыз, өйткені деген шашты кәдімгідей, шаш деген стройный болады ғой кәдімгідей ше. Тік кетеміз де саламыз да, сосын мына жаққа тік кетем. Көрінер ма? Кәдімгідей мастерский көрінер ма? Әдемі кетіп қалды енді. Шаш деген оңай нәрсе емес, шашпен ойнауға болмайды, өйткені шаш деген ешқашан оңай нәрсе болмаған. Шаш деген оңай нәрсе емес. Сондықтан деген не деңдер, маған прикол ұстамай қойыңдар, екен деген шаш салу деген ол оңай нәрсе емес, бірақ деген не болып кетті. Может деген біз көзін шығарамыз алдыға. Көзін көрінер ма? Көзін типа шаштың бер жағына қоямыз былай типа. Ой, не болып кетті? Керек болса біз деген қараңыз, киімін әдемі салдық, ботын әдемі салдық, тура шашына келдік те. Құтылдық та қалдық, қойшы, кәдімгі болмай кетті. Санечка, ты чё? Санечка, болмай кетті, Санечка. Жай, мынаны былай қоясақ, ал былайшы. Жоқ, былай. Слишком монотонный болып кетеді. Қара. Жоқ, мына жаққа ілуім керек емес. Мына жақ керек, мына жақ керек емес. Газ. Қалай салса болады, шашын қалай салсақ болады екен. Стройный шаш алып тастайық, өйткені деген мына сыртындағы шаш жасау маңызды емес. Бізге бір стройный шашын тұрғызу керек, яғни деген өзінің шашын тұрғызу керек. Міне мына өзінің шашы. Көрінер ма? Өзінің шашы, міне көрінер ма? Енді деген біз деген тік мына жерге саламыз, көрінер ма? Сосын мына жерден тік мына жерге саламыз, көрінер ма? Міне, чуть-чуть ұқсап қалды ма? Қара, кекіл көрінер ма? Қазір мына жерге тағы да бір слой тұрғызып саламыз, енді жарайды енді, с кем не бывает, да? Ал тұнып тұрған Айшу. Ятып қалды оны. Мен родной, көмектесші маған. Мен, пожалуйста, көмектесші. Қарашы, мен несіктен бұтын әдемі сал. Қарашы, бұтын әдемі сал. Қарашы, түріңіз ол. Мен родной, көмектесші маған. Шақты сыңғап тұлбай қыз кәртемсің ғой. Жарайды. Алыстан қарасынар, кіші ұқсайды. Қара.
алсаң қарасаңдар кішкене ұқсайды ғой ұқсайды ғой ұқсайды деп айтыңдаршы енді ұқсайды деңдерші кәдімгідей де ұқсайды деп айтпайтыңдаршы пожалуйста ұқсайды деп айтпайтыңдаршы мә бірақ әдемі ғой айтыңдаршы әдемі деңдерші жарайдан жақыннан қарамасыңдар алыстан қарасаңдар мескен әдемі болады кішкене айшуаққа ұқсамай қалды бірақ сонда да деген біз деген енді стил бердік қой кәдімгідей стил ғой ал енді деген мына жерге біз тоқтаймыз да былай тік кетіп қараймыз да түсеміз да братишка бері қараса жаңа былай қарап тұру керек екен ғой сенің өміріңде біраз айшуақтың қолын аста көріппең мен қарсыңыз айшуақтың қолында тұрмын ал енді құрметті көрермендер сендерге видео ұнаса осы видеоға мына қызыл подписаться мен лайк кнопкасын басып кетсеңдер егер де тағы да өлең айтып бер десеңдер давай лайк басып күтіп тұрмын 1 2 3 ал енді кеттік ойбай жоқ ол емес тыңдаңдар көк тудың желбірегені жаныңа қуат береді таласқа түссе жан мен ту жан емес маған керегі көк тудың желбірегені